Баршаңызға сәлем. Бүгінгі видеода капуста қосылған өте жұмсақ пирожкидің рецептімен бөлісетін боламын. Менің каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен таза құрғақ ыдысымызды алып, ұнымызды саламыз. Келесі кезекте тұзымызды және ашытқымызды салып, жақсылап бір араластырып аламыз. Ал енді жылы суымызды құйып, жұмсақ қамыр илейміз. Қамырымыз қою болмауы керек, сондай-ақ қатты сұйық болып кетпесін. Міне осындай консистенцияда қамыр шығуы керек. Қамырымызды жақсылап илеп алдық. Енді қолымызға жабысқан және табақтың айналасына жабысқан қамырымызды судың көмегімен біріктіріп жинап аламыз. Ал енді қамырымыздың бетіне салафан жауып, жылы жерге көтерілгенше 1 сағат көлеміне қойып қоямыз. Ал енді біз салмасына кірісеміз. Міне осындай капустаны майдалап турап алдым. Енді қызып тұрған қазанымызға майды құйып, май қызғаннан кейін капустаны тұзымыз бен қара бұршымызды салып, қызарғанша қуырып алдым. Біздің салмамыз қызарып, әдемі болып қуырылып шықты. Енді басқа ыдысқа салып суытамыз. Біз салмасын дайындап болғанша қамырымыз әдемі болып көтеріліп тұр екен. Ал енді қолымызды майлап жіберіп, бетіндегі салафанын ажыратып аламыз. Міне көріп тұрғандарыңыздай, қамырымыз өте әдемі болып көтерілген. Ал енді айналасын жинап аламыз. Ал енді бір ыдысымызға май құйып алып, столдың бетіне жағып, қолымызды майлап аламыз да, осылай видеодағыдай қамырларымызды көп бөлшектерге бөліп аламыз. Көлемін бірдей қылыңыздар. Міне осындай шарик жасайсыздар. Қамырларыңыз біркелкі әдемі болып пісу үшін формасын осылай әдемілеп дөңгелетіп алыңыздар. Ал енді қазанымызға майымызды құйып дайындап аламыз. Майымыз қызғанша, тағы да столдың бетіне май жағып, қамырымызды қойып, ішіне салмасын салып, осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай 2-3-еуін дайындап аласыздар. Қамырымыз жұмсақ болғаннан кейін ұқыпты жұмыс жасау керек. Ал енді майымыз қызған кезде осылай қолымызбен бетін тегістеп аламыз да, қызып тұрған табағымызға салып қуыра береміз. Оттарыңыздың асты қатты қызып кетпеуі керек, бір қалыпты болсын.
Міне пирожкиларымыз қызарып, әдемі болып пісті. Достар, сіздерге менің видеом ұнаса, лайк басып, түсінбеген жерлеріңізді комментарийға жаза кетсеңіздер, міндетті түрде жауап қайтарамын. Пирожкилар қызарып, әдемі болып піскен, ал дәмі тіптен тамаша. Қамыры өте жұмсақ, сонымен қатар ішіне салған салмамыз сочный болып шығады. Менің рецептім бойынша сіздер жасап көріңіз. Және каналыма тіркеле кетуді ұмытпаңыздар. Менімен бірге соңына дейін болғандарыңызға рахмет.